Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін осындай күріштен құймақ дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына шейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Лайк, комментарий қалдыруды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Ал осы құймақты жасау үшін бізге керекті заттар: күріш керек 100 грамм, 2 жұмыртқа, қант, су, сүт керек. Осы ғана заттар. Өте дәмді, ерекше болып шығатын құймақтар. Осы күрішті жақсылап жуып тазалап алғаннан соң, осы 100 грамм суымызды, сүтімізді қосып, үстіне жарты қасық, шай қасық тұзымызды саламыз. 2 үлкен ас қасықпен қантымызды саламыз. Енді ол өз қалауларыңыз. Біреулер тәттіні жақсы көреді, біреулер тәттіні аз болғанды жақсы көреді. Менің отбасында балалар тәттіні жақсы көреді, тәтті болғанды. Сондықтан 2 үлкен ас қасық қантымды қосып, жақсы баяу отта қойып қоямын. Күрішіміз жақсылап пісу керек. Мінекей күрішіміз дайын болды. Осы піскен күріштің үстіне осы 2 жұмыртқамызды шағып жаратын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осы жерде блендерлеріңіз болса, сол блендермен жақсылап ессеңіздер, керемет болып езілетін болады. Каша секілді. Менде блендер болмағандықтан осындай вилкамен ездім. Жақсы езілді. Одан кейін тағы да қант қосып жіберсеңіздер болады. Біз тәтті құймақ жақсы көрген соң тәттіні көбірек қостық. Енді қызып тұрған майымызға осы құймақтарымызды құйып шығамыз осылай. Үлкен ас қасықпен 1 қасықтан салсаңыздар жетеді. Үстін кішкене бүйтіп басып жіберсеңіздер жайылатын болады. Енді осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәт шығады. Өте керемет құймақтар. Балаларыма да, үйдегі аталарыма барлығына қатты ұнады. Негізі үйде көп жұмыртқа жоқ кезде жаңағыдай осындай үйдегі бар заттармен жасалынатын рецепттер көбінесе менің каналымда. Сондықтан менің каналыма тіркеліп алыңыздар достар. Осы видеоны көріп, осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Балаларым күнде жасап беріңізші дейді. Мен үнемі осы құймақты жасап тұрам. Бүгін сіздер үшін де бөлісейін, сіздерге де бір пайдалы видео болсын деп салып жатырмын. Осылай 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз майда. Жай ғана бұлай ауыстыратын кезде 1 қасықпен ұстап тұрып ауыстырмасаңыздар ортасынан бөлініп кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап, жайлап ауыстырыңыздар. Қараңыздар, өте керемет болып шықтына құймақ. Бір жасағаннан сәтті шығатын құймақ. Сіздерге де дәл менің рецептім бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Сондықтан осы құймақты балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Ал менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жандағы қоңыраушаны басып подписация етіп қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай қолжетімді үйдегі бар заттармен жасалынатын рецепті үнемі салып отырам. Сол видеолар жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.